Тау құрамасы Астана. Қайырлы кеш Астана! Ой, жүке, не істеп атсыз? Бұндай ходтар өтпейді қазір. Қарсыластарыңыз 2006 жыл қыздар ғой. Оның жанында шал болып бағасыз. Мен шал емеспін. Білем, Көріндер ма? Звоногы да ескі ғой. Бұл таксиде жалғыз битіп отыратын адам ғой, пайдаланады. Еще мынау бар ғой, әппақ, 4 бұрышты тесік туфли келді ғой, әлгінге білесіңдер ма? Атының өзі айтып тұр ғой, Жүсіп деп ше. Жігіттері, болмайтын нәрсе айта беруге болмайды. Қарсыластарымыз қыздарский. Оның үстіне қаздар алқасына бүгін Перизат ханым келіп отыр. Перизат ханым біле білсеңдер феминист. Не ол феминист деген? Енді ер азамат пен әйел азаматшаның құқығын тең деп санайтын азаматша. Онда мен де феминист деген. Мен таксовод едем ғой, қалада таксовод едем. Сол кезде әйелім номерін жазып қойған ғой Каспиге. Сен подкаблуксың. Жігіттер, мен келіспеймін теңдік дейтін нәрсеге. Мен көрмеппін жігіттер 9-шы этажға холодильниктің бір жағын еркек, бір жағын әйел ұстап баратқан. Жоқ. Ақыры тең болса, әйелдер де, еркектер де пенсияға бір уақытта шықсын. Ақыр тең болса, әйелдер де тамақ істесін онда. Олар да бала бақсын. Әйелдер еркектерді ұрмасын. Брат, сен кімге тұрмысқа шыққасың? Бақытқа. Ойнап, күліп жүргендерің менің арқам, негіз білесіңдер ма сендер? Өзі бір кез келген ортадан да өтірікті шын құсатып айтатын балдар болады ғой, бізде сол Ернар. Негіз, мен шығарған нәрселерім көп, айта берсем бар емес па? Кесе бар емес па, кесе? Мен соны шығарған. Сендер оны дұрыс пайдаланбай жүрсіңдер. Апалар протез қояды, сендер шай жесіңдер. Мен оны бүйтіп болға қойып өсектің дауысын шығардым ба, білесіңдер ма? Айта берсем көп, мысалы, түнде ұйықтап жатасыңдар ғой? Көрпенің астына аяқ шығып жатады ғой? Мен ғой соны шығарған. Мусор бар ма, мусор? Мен шығарған кеше, не тастамай кеткесін? Хозяйка айқайлап отыр ғой, жынды? Ернар, ақыры мықты данышпан екесің. Қазақстан экономикасын қалай көтереміз? Ол Қазақстанның экономикасын көтеруді мен білем. Ол экономикаға ұрсу керек. Сен өспейсің, өнбейсің. Үсте базарда ташкайдап жүресің ертең деп. Сонда ғана Қазақстан экономикасы көтеріліп, өсіп, дамиды. Молодец, дұрыс айтасың. Сендер мысалы бизнес ашуға кездеді, қарапайым банально ойланасыңдар. PlayStation, донер, зачем? Нағыз бизнес. Мектептегі парталардың астындағы сағыз. Міне бизнес. Конкуренция жоқ, рахат бір өзің ұрасың. Базарда ғой, грязный бизнес. Біреудің аузына қарап отырасың да. Ертең жүріп кетсе, жүрмейін ба? Күліп ойнап, орбит шайнап. Қош ернар, шайнамаш. Ендеше тау құрамасы кеттік, let's go! Құрметті достар, көреміз темекінің сапасын тексеріп жатқан жігіт. Мынау ащы, серый. Мынау шоколадный, речмет. Бол шаршап кеттім, перегөр кеттік жүр. Астарлы ақиқат бағдарламасы 18 ғасырда болса. Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгінгі тақырып 85 жастағы шалға тұрмысқа шыққан 18 жасар Балқадишаның тағдыры болмақ. Ендеше сол Балқадишаның өзін ортаға шақырайық. Қарияға сәлем беріп көңіл қалар, қариялар қашанғы жүрер дейсің. Балқадиша, сіздің есіміңіз Балқадиша ма? Жоқ, негізі Қадиша, балқымыз деген сияқты ғой бұл да. Негізі бұрындан қымыз еді ғой, алдына балды қосып солай Балқадиша болып. Сондай ғой? 85 жастағы шалға өз еркіңізбен тұрмысқа шықтыңыз ба? Оны әкемнен сұраңыздар. Ендеше өзінің қызын ақша үшін берді ме, әлде қызының бақыты үшін берді ме? Соны білу үшін әкесі бір айды ортаға шақырайық. За деньги да. Бірден айтайын, ақша үшін емес, қызымның бақыты үшін. Әрбір бой жеткен қыз байға тию керек, просто ана баяғы жігіт кедей болатын. Қазір мына жігіт бай. Тамаша. Ендеше осы Балқадишаның қазіргі күйеуі 85 жастағы шалдың өзін ортаға шақырайық. Аға,
ой ата, жалпы оқиға қалай болды? Оқиға дейсің ба? Так, 80 қыз 80 қыз болып кетіп бара жатыр серуендеп бұлар. Ішінен Балқадиша ұнап қалды. Сөйттім да қалың малын беріп алдым. Қалың малын бердіңіз ғой. Бердім. Ендеше осы оқиғаның дұрыс па әлде бұрыс па білу үшін біздің сарапшымыз Алдар Көсен ортаға шақырайық. Қанша рет көзім жетті сенетін адам емес. Ассалаумағалейкум братay. Қалжыңдай. Құрметті Алдар Көсен. Алдар емеспін. Қалжыңдай. Осы оқиғаға өзіңіздің ойыңыз қалай? Жақсы өзің қалайсың. Қалжыңдай. Көз қарасыңыз қалай деймін? Мынандай. Қалжыңдай. Жоқ, сарапшым, жүргізуші мырза, мен осы жерде Балқадишаға сұрағым бар. Балқадиша, сен сонда анаң інілеріне сәлем саласың ба? Салам. Уалейкум салам. Қалжыңдай. Ата, сізді түсініп тұрмын. Bir жағынан дұрыс, бір жағынан салып болайын ба? Қалжыңдай. Жоқ, неге заман оңай емес, осы жерде дұрыс айтады. Бір айтта түсінуге болады. Мынағанша беріп салу керек, мынан ары келсе 5 жыл өмір қалған. 3 күн дей берейікші. Сен мен қызымның тағдырын шешетін кімсің? Негізі бұл көріністі қойған себебіміз, құрметті көрермендер, қарап тұрсақ осы жайдармандағы ең шалы біздер екенбіз. Қарсыласымыз Қыздарский. Бүгінгі ойында бізге Балқадиша емес, бал ғана керек. Сіздермен бірге болған Тұран Астана университеті, Астана қаласы, Тау құрамасы. Рахмет, Астана! Бұл жалғары неге үлкендердің ойны. Тау құрамасы